Taşada bir biliydi oraya. Ha ket. Давай. Bir kurda avulda şakırsa bir avulda parmak işkene bir koyar. Молодцы. Вообще сіздерді анау карантин дегеннен дистанцияны сақтамайды екенсіздер. 2 метр. Анау рахмет. Негізі мен ойлаймын да мына жаққа вообще вирус келмейді ғой. Таудан келем дегенше ол вирус шаршап қайтып кететін сияқты что-то бар ғой мына жақтан. Ал енді жаңағы құрдастар дайын болайық, кеттік. Рахмет, Алмат күте тұр. Нұрдәулеттің достары Әлжан деген жігіт бар ма? Кеш бір ерекше шақырайын. Әлжан. Әлжан. Мынау кім? Анау кім? Ана Әлди. Өзің балаң ба? Әйелің үшін сал жіберсейші енді. Әйел, ақыр балаң бар екен. Сал же. Сен мынаны апарып молдаға оқыт. Сөйтті бұны оқыған молданы апарып оқыт. Жарайды. Кейін деп жатыр, кейін келеміз дейді. Одан кейін кім мына жерде? Жанаділ Нұрсұлу. Жанаділ Нұрсұлу. Рахмет. Өшір. Кім Жанаділ үшін ба бұл? Жаншы! Әйелің үшін, молодец. Жанаділ Нұрсұлу деген бар ма? Кел Жанаділ. Рахмет. Өшір. Сен кімсің? Жанаділсің ба? Нұрсұлысың ба? Нұрсұлысың ба? Кімнің? Жанаділ мен Нұрсұлының құрметі сауатсың ғой. Қайдамын Жанаділсің ба? Сен жоқ дейді, Нұрсұлысың ба деп атқан ғой. Шағыла көріп қойып, солардың құрметіне салып атыр екен. Молодец, міне. Дос, молодец, дұрыс. Олардың жоқтығын білдірмей салып атыр, дұрыс. Абзал Берік деген бар ма? Абзал Берік. Молодец, шабыла құрып қояқ. Таза екеусі, дұрыс. Абзал Берік келді. Қуат Оспан. Қуат енді өзің ішіне. Молодец. Кесінші анау. Жоқтардың бәрін Қуатқа лебер көрек екен. Шыға береді өзі. Дархан дейді. Арайлым деген кісілер бар ма? Молодец, помогаем. Министр боласың. Ана ұзын жігіт бар еді ғой. Аты не? Нам жазбаспын өзіңдер. Кеш, құрсын. Астағфируллах. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ужас бар. Кетші бар, ұйықташ бар. Не жеп өскен ма? Негізі өмір қатал ғой, анадан бір 10 сантиметр бізге бесі болады ғой. Бәрін бере саған деген ана. Мейлі, шабыла өп қойық әйтеуір. Молодец. Мен анаға қыз табу қиын болады, ондай бойдың қызын білмеймін. Қай кімде бар екен? Куба жақтан іздейсің ғой, өзіңді сояқ ұқсайды екен. Шабыла құрып қойық ағай. Рахмет. Міне. Енді барлығын атадым. Келінжанна аталмай қалған кісілер болса да, оларға да бір иіліп сәлем салып жібер. Аталмай қалдым деген кісілер болса, келіп, келіннің көрімдігіне бір салып кетсеңіздер болады сіздерге де. Болды ғой? Рахмет. Ал енді қадырлағайын, тамаша. Айттым ғой, аталмай қалған мына кішкентайлар. Осылар ренжиді ғой кәдімгідей. Болды. Енді келіннің беті ашылатын кез келді. Кім ашады? Кім ашады? Жолды кімге береміз? Әлде өзіміз ашамыз ба қымбат әпке? Өз еліңіз, өзіңіздіңкі, келін сіздіңкі. Давай келіңіз. Қошемет қайда? Рахмет, ал енді қымбат әпке, күтетір Алмат. Ақ келінің бетін ашайып. Мен бағыналы бір ақ келін деп жатырмын. Қара келін бұқ қоса ренжімең десең. Әзіл ғой әпке. Ал енді мейлі ақ келін болсын әйтер, қара келін болсын әйтер, адалынан болсын, өзіңізге бір жақсы бір құрбыдай болатын, өзіңіздің сырласыңыздай болатын, алдыңыздан кесе-кесе өспейтін, өзіңіздің бір жақсы бір жаныңыздан табылатын адал келін болсын дейін. Ал келінің бетін ашайық, рұқсат беріп қойыңыздар. Қошемет соғып қойыңыздар. Тамаша.
Barakeldi. Mana. Barakeldi. Kelin geti açıldı. Rahmet. Endi mına keyin çöktü mаған berip jibir. Ana endi bu kişi birinchi kelin qo'y, hali pis bilmayapti. Mana alıp 10 qaratib, ish jag'ina qarata salib aqa. Kelinler o'zlaringiz ham seçiyor. Endi bu kişi birinchi kelin o'ymi? Ba'zi repetisiyadan o'tmay turib, kelesinde eshitganga yo'q, o'qday qiladi o'zi. Aha, olib kelingіз. Mana, kel jengelerni o'qda tutab olingizlar, ha, сөйтіп әдемелеп. Endi qadrlag'ayin al. Mana shunda tүйіншекте бар ма бірдеңе? Çoda ko'rinmaydi eşitdim. Endi mынау tүйіншекте bilesizler, ақшалай салып qo'yатын adetimiz бар. Ya'ni o'qda ustagan jigitga balaga ырым qilib berib жатамыз. Сол себептен де bu mына жерде салмаса мен салып жіберейін мына жерден. Бергеле. Кел. Al. Астында ма? Мен қайдым, елдер үстіне салып жүрді ғой, сіздер астына салады екенсіздер, ә? Яқта кел. Кел бауыр. Аха. Мына шешіп тез-тез, менен қараңыз, сен. Мына енді өз бұл ырым бұл да. Ақша салат түйіншекке білесіздер. Сөйтіп оқта ұстаған жігітке соны беріп жатамыз ағайын. Орамалды маған беріп. Қазір 10 ырым бар, қорқып деп жатырмыз. Қазір 10 шешеміз ол орамалды. Енді мына қадірлағайын, бұл енді осы Нұрдәулеттің інісі ғой, бауыры, мына Құдай қаласа өзіңе де жол ашылып қапты ғой уже. Оқта ұстауға жарап қапсың ғой, көрініп тұр. Құдай қаласа өзіңе де бір жұғысты болсын бауыры. Енді бұлай істейсің. Жұғысты болғанда бұлай болады. Мынаны көрдің ғой ішіндегі ақшаны, осыны аласың да ертең бүйтесің. 2 литрлік банка, мынаны аласың, мына банканы. Сөйтесінде соған ертең толтырып су құйып қоясың. Сөйтіп мынаны соған саласың. Сөйтесінде күніге азаңсың ашқарыңға ішесің. Қашан бітеді, соғын үйленесің, мақым ма? Ертең үйленем деп бәрін ішіп сыбырып жібердің ме? Қақыл. Шапыда ұрып қояйын. Болды. Қазір күте тұрыңыз. Енді бұл орамалдың да ырымы бар. Осы жерде бір примерно енді 30-дан асып кеткен, немесе бір 35-ке келіп қалды дейтін бар ма? Мен балам бар еді, 25-тен асып кетті. Қақ күте тұрыңыз, қаншада сіздіңкі? Сіз емес, балаңыз айтам. Мен машу! Балаңыз 25-ке келді. Сіздіңкі қаншада? 28, вот 28 бар әлі бияқта. Күте тұр. Сіздіңкі қаншада? Ей, 32 бар мекта. 32 бар екен. Апа, сізге әлі бар ғой, 32. 7 жыл бар. 35 жоқ па, 35, 33, 32. Мына әпке сізге жұғысты болсын. Сізге возможность бар ғой, әлі әпке возможность бар. Әлі бала 25-те ештеңе жоқ. Дұрыс па? Рахмет. Дұрыс па, әпке ренжіп қалған жоқсыз ғой, әпке? Әпке? Ренж жоқ қой. Ана 32-ге кеп қапты ғой, аны болмайды ғой. Ештеңе жоқ әлі уақыт. Мына тағы бір орамал бар, күте тұрыңыз. Тағы бір орамал бар ма? Беріңіздерші, бір орамал бар ма? Ешкімді ренжіп деп тұрған жоқ. Кел әпке. Мына орамал сіздіңкі. Ақа, қыласа шығып. Болды ма? Ахмет. Оң көдіріңіздер, әлі ертесі, сосын таратамыз. Енді біздің осы жерде Нұрдәулет қайда? Нұрдәулет. Бала, кел, шапала құрып қояқ, мұна. Рахмет. Осы жігіт қой бәрін білдіріп жүрген. Мұна, Нұрдәулетке. Ертіңді. Мұна жігітке келіп тұр. Бірге келіп тұрайық. Жеңгелер, жастарды ортаға алып тұрыңыздар. Жоқ, жеңгелер, тұра беріңіздер, екі шеттен тұрыңыздар. Ал енді қадырлағай, мұна қыз киік дейді, ал жігіт қақпаны шығар, қақпаны сол киікті қаққан шығар. Ішінен ақын шыққан, батыр шыққан, сыр келелі, ал талашқан мақтан шығар. Бүгінде Нұрдәулет үйленді деп, қыз біткеннің барлығы үйлерінде жыламсырап жатқан шығар. Қадырлағайын, жастардың өмірлері жайнасын, бақтарында бол-болсы сайрасын, бақыт келіп тұлпарын босағаларына байласын. Мейлі өмір қанша жерден қиындасын, тек маңдайға қара бұлт жиылмасын, жастардың шаңырағы шайқалмасын деп бір қошемет соғып қойыңыздар. Зүлфия айналайын, екі елді өзің ортақ сана,
жолың болсын жан-жағыңа ешқал тақтама. Барған жеріңе тастай бат судайсын, шуылдасын төрінде бір топ бала деген екен. Құдай қаласа бір топ бала болып шуылдап осы өмірде, осы шаңырақта бір керемет осы бір жанұя болуларыңа тілектеспін. Енді Нұрдәулет, армияға бардың ба? Жоқ. Барған жоқсың. Армияға барғандар бар ма? Көке, армияға бардыңыз ғой сіз? Армияға барған кезде не болады бір айдан кейін? Армияға барғаннан кейін бір айдан кейін не болады, көке? Өшір. Ау. Ой, тұқ болады деген сен присяга болады, міне. Бірінші ант қабылдайды, сосын барып тұқ боламыз ғой, көке. Бірінші ант қабылдайды. Енді Нұрдәулет армияға бармаған екен, енді бір ант қабылдатып жіберейін, сонымен болды. Ал, Нұрдәулет дайын бол. Құдай қаласа. Тапқан табысыңның бәрін алып, үйдегі папаң мен мамаңа бермей, Зүлфияның қалтасына салуға ант етпейді. Шапыда ұрып қоя. Сіргелін жігіттер оңай емес, ант етпейді қадырындағы. Мені ант етпейді. Ал, Келінжан, саған сұрақ. Құдай қаласа осы үйдегі біздің ғанимен қымбат анамызға адал келін болып, адал болуға. Ай, молодцы, шапыда ұрып қоя. Ал, тағы да саған сұрақ. Жақсылап дайын бол. Құдай қаласа мамамыз бен папамызды дүниеге ұл қыздарды алып келіп қуанта беруіне. Мамамыз бен папамызды ұл қызды алып келіп қуанта беруіне. Уәде берем. Молодец, шапыда ұрып қоя. Ал, енді Келінжан, соңғы сұрақ. Құдай қаласа біздің Нұрдәулет өзі бір бай қуатты болып кетіп, шариғат бойында бір емес екінші әйел алам деп келсе. Рұқсат жоқ дейді, рұқсат берілмейді дейді. Мейлі. Рахмет, шапыда ұрып қояқ. Келінге, жастарға бата беретін кісі бар ма? Кім бар? Karap dursam tağı, dostlarım ömür sene.